Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үйде кешкі асқа тепсеге пюре жасап үйренеміз. Менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Тепсеге қалай жасауды бірге үйренейік. Ал достар, онда бүгінгі бізге тефтелеге керек заттар. Рисімізді жуып, тұзды суда бір бұқтырып алдық. Бір жуамызды жақсылап сливочный майда орып алдық. Және бізге 1 килограммдай фарш қажет болады. Жұмыртқа және Галина Бланк. Фаршымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Галина Бланкамызды жақсылап езіп саламыз. Содан кейін рисімізді және ұлғымызды салып жақсылап араластырып алайық. Дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Жуамызбен бірге араластырып алдық. Енді тұзымызды саламыз. Және қара бұрышымызды салып араластырып аламыз. Қолымызды сулап, қосып, тефтелелерімізді осындай объемда шарик жасап аламыз. Тефтелелеріміздің бәрін осындай күріп жасап алдық. Енді осы тефтелеміздің бәрін ұнға аунатып аламыз. Осылай бәрін ұнға қазір аунатып алайық. Енді сковородкамызға су майымызды құямыз. Көп қажет емес, осындай мөлшерде жетіп қалады. Где-то 150 граммдай май болса болады. Енді жаңағы аунатылған, ұнға аунатылған тефтелелерімізді осының ішіне қорып аламыз. Қызғылт түс болғанша. Енді тефтелелерімізді өстіп, сковородкаға салып,
аударып қызыл болғанша қуырып аламыз. Мінекей достар, осы аунатып бәрінен қызыл болғанша қуырып аламыз. Мінекей достар, осылай қызыл болып пісті. Енді түсіріп аламыз тарелкамызға. Енді достар, осы сковородкамызды қыздырып алып, мукамызды салып, муканы да қуырып аламыз. Қоңыр түс болғанша. Енді осының үстіне 2 стакан су құйып, бұғында 1 кубик майдамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, жақсылап езіліп, онда осының үстіне тефтеликларымызды салып бұқтырамыз. Осы тефтеликтарымызды осылай салып, 1-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Жай отта әрине. Осылай қақпаған жауып 10-15 минут бұқтырамыз. Біздің тефтелиларымыз бұқтырылып піскенше, біз оған гарнир жасайық. Гарнирға бүгін бізде картошка пюре жасайық. Онда кеттік. Мінекей картошкамызды тазалап, жуып, майдалап тұрып алып, тұз салып, қазанға қоямыз оттыңға. Енді достар, біз тефтелименен жаңағы пюреміздің бетіне кішкене подлив жасап жіберейік. Біз помидор переці, помидорымыз, лук, осының бәрін сары майда қуырып, кішкене қызанақ пастасын салып, тұзымызды бұрышымызды салып, подлив жасаймыз. Мінекей достар, мына біздің подливкамыздың зажаркасы қуырылып жатыр. Мына жерде пюреміз пісіп жатыр. Мына жерде тефтелиіміз бұқтырылып жатыр. 10 минуттай болды, тағы бір 5 минуттай тұрады. Және кешкі асымыз дайын. Мінекей достар, біздің тефтелиіміз пісті. Қазір қандай керемет. Мінекей достар, пюреміз дайын. Сливочный масламызды салып, үстіне сүтімізді құйып, енді жақсылап езіп аламыз. Мінекей достар, пюреміз дайын. Пюремізді салып тарелкамызға.
мінекей достар, біздің тефтелейіміз дайын болды. Көріңіз. И деген керемет.